Three, two, one. Қайырлы күн. Дәл қазір сіздерге осы топ 3 алдағы уақытта 3 приложениемен, яғни видео приложениемен қалай жұмыс жасау керек, қалай монтаж жасау керек екенін көрсетемін. Менде көп каналда видеолар бар, CapCutпен жұмыс жасаған. Ең негізі жақсы жұмыс жасайтыным менің CapCut бірінші орында. InShotты негіз көп пайдаланбаймын, бірақ та көп адамдар осы InShotпен видео монтаж жасайтын всегда байқап жүремін, и осының водяной знагын да алмай кетеді. И соның қазір сіздерге қалай водяной знакты алу керек, InShotта қалай монтаж жасауға болатынын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен осы InShotқа кіргеннен кейін видео дегенді басамыз, сосын өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз, печканы қоямыз, сол кезде мінекей видеомыз ашылады. Енді бұл жерде видеода мынау холст деген бар. Бұл размер, яғни Instagram Stories форматы, пост форматы деген сияқты, және 16:9 YouTube форматы дегендей. Бізге егерде мына видеоны редактировать етіп жатсақ, осы видеомыздың үстін басамыз, сол кезде осылай видео белгіленеді. Енді музыка деген, яғни плюс музыка десеңіздер, өздеріңіздің извлечь аудио из видео деген, яғни галереядағы любой видеоңыздың аудиосын алып келіп қоя аласыз. Потом моя музыка деген жерде, яғни сіздер Google'дан немесе Telegram'нан көшіріп алған видеоларыңыз осы жерде тұратын болады. Соның барлығын немесе өзінің ішінде де осындай аудиолық таңдау мүмкіншілігі бар. Потом звуковые эффекты деген тоже мына жақта переходтар, яғни вот переходтың түрлері бар. Потом осындай клиптардікі бар. Осыларды қойсаңыздар болады. Яғни әр қайсысын тоже көре бересіздер. Енді запись жазған кезде мынау микрофон дауысы при использовании деп ары қаратай разрешить етіп видеоға, яғни өздеріңіз аудиоларыңызды жаза бересіздер осылай үстінен. Потом стикеры. Бұл жерде де стикерлар өте көп. Өздеріңіздің гифкаларыңызды енгізсеңіздер де болады. Потом текст. Текст жазғанда, мысалға, мындай әдемі шрифттарды менің каналыма жазылғаныңыз үшін сіздерге мен тегін беремін. Шрифттар, стикерлар, сондай өзімнің каналым бар. Сол жаққа осы каналға жазылған адамдарды қосып отырамын. Тіркелдім деп егерде маған жазсаңыз, сол каналға сізді тегін қосамын. Мысал қарасаңыз, қыстың деп әдемі жазылып тұр. Кейде осы көп каналдар қазақша жазған кезде қысы басқа жаққа, ысы басқа жаққа, яғни қисайып, көбінесе орыс тілді әріптері танитын шрифттар қазақшаны тани бермейді. Сондықтан әрқайсы әр жаққа қисайып әдемі болмай тұрады. Осылай керекті жеріңізге де аяқтана нажми на меня деп тұр ғой, соны ары бері тартып, яғни керекті видеоңыздың керекті жеріне дейін осылай текст апарып аламыз. Потом бұл тексттің үстін редактировать деп бассаңыз, вот, түсін таңдай аласыз. Потом границасы, яғни сыртқы обложкасын таңдай аласыз. Мынандай астында ползуноктар тартып, сыртын үлкейтіп, границасын кішірейте аласыз. Потом тень бере аласыз тоже. Ақ тень болса ақ тень, яғни оңға болса оңға, солға болса солға, астыға, үстіге деп мыналармен, ползуноктарменен теннің орналасқан орнын реттестіре аласыздар. Потом тоже теннің прозрачностін үлкейтіп, көбейтіп азайта аласыздар. Потом этикетка, яғни астына қоятын подложка. Сразу бұл жақта, негізі InShot'тың бір жақсы, осы жақта сразу осылай подложкасында қоя берсеңіз болады. Вот, мынандай прозрачный қойсаңыз болады. И бұның да түсін мына жақтан таңдай аласыздар. Вот. Прозрачностін тоже, сөздің прозрачностін осылай азайтып, үлкейтіп, көбейте аласыздар. Тағы айта кететін, тексттің үстін бассаңыздар, мына ВКД деген шрифт менде тұр. Мына жерде
тұрған белгінің үстін бассаңыздар, өздеріңіз галереядан осылай скачанный файлдан, яғни мен беретін шрифтарды әкеп қойып, осылай қондыра берсеңіздер болады тоже иншотқа. Видеоның немесе тексттің үстін бассаңыздар, мысалы мына видеоның үстін басып, фильтр бере аласыздар, обрезка жасай аласыздар. Так, мынау раскол деген, яғни осы жерден бөліп тастай аласыздар. Мына бөлігін бөлек редактировать етіп, мына бөлігін бөлек редактировать етіп, немесе мына бөлігін сразу мына жақтан удалить дегенді басып, удалить ете де аласыздар. Керек емес жерінше. Потом скорость. Вот стандарт 1-де тұрады. Тез-тез болса 2-ге қойып, мына кривая деген жерде пресет деген қарасаңыздар, мынау өзі автоматически монтаж жасайды. Яғни видео жай болып қарасаңыздар, мынау видео жай болып келе жатады да. Вот. Сразу тез болып кетеді. Потом ол өзі иншот жасайды монтаж. Сосын қайтадан ақырын болады деген сияқты. И вот анимация бере аласыздар, объем, голос, яғни сөздің, видеолардың, егер аудиосы керек емес болса, 0-ге апарып тастайсыздар, яғни ол кезде видеоның өзіндегі аудиосы өшіп қалады. Потом шумопонижение деген, ол жаңағы дауыстың артында егер шум болатын болса, соны кішкене азайтады. Эффект голос тоже бар. Менде видеоның үні жоқ болғаннан кейін осылай шығып тұр. Обратное деген, яғни видео керісінше қозғалатын болады. Енді егер де бұл видеоның үстіне сіздер фото қойғыларыңыз келсе, пип немесе хромакей деп айтып атамыз ғой, немесе наложение дейді. Осы пип деген үстін басып, сіздер мысалға бір фотоны әкеліп қоя аласыздар керекті жеріне. Тоже ары-бері үстін басып, басына керек болса, осылай басына апарып аласыздар. Фотоның үстін басып созсаңыздар, осылай созылады жанынан тартып. И бұл фотоны, птичка, бізге мысалы текст мешать етсе, тексттің үстін басасыздар да, мынаны кішкене былай қаратай апарып тастайын. И қайтадан птичканы басып сақтаймыз. Пип деген үстін бассаңыздар, жаңағы фотоңыз шығады. Енді осы жерден осы фотоны тоже анимациясын беріп, маскасын, хромакейін жасап смешать етсеңіз, яғни фотоның ішінде, видеоның ішінде фото осылай тұрған сияқты эффект береді. Енді кезекті кезек. Потом бұл фонды тоже үстін басып дублировать етіп алсаңыздар болады, яғни көбейтіп копиясын жасап керекті видеоңыздың. Енді иншот деген водяной знагын алып тастау үшін иншоттың үстіндегі крестиктің үстін басасыз. Сол кезде бесплатно снять деген тұр. Видеоны көресіздер, рекламаны. Қазір реклама шығады. Соны аяғына дейін көріп біткеннен кейін сіздерде водяной знагы. Качай подарки на tifal.kz. Участвуй в розыгрыше ценных. Вознаграждение получено деп рекламаны көріп біткеннен кейін үстінде X-ті басасыздар. Сол кезде мінекей иншот деген водяной знагы алынып тасталады. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Пайдаларыңызға ассын. Егер де иншотпен видео монтаж жасайтын болсаңыздар, дәл осылай фильтрін беріп, басқасын беріп, шум изоляциясын қосып, эффект голос барлығын қарап тексеріп, осылай водяной знагын алып тастап, барлық мүмкіншілікті пайдалансаңыздар, өте керемет видеоны аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк, комментарий жазып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.